Панкреатиттің емі тек крион немесе мезем ішіп қана қою емес, ең бірінші диетаны өзгерту қажет. Яғни тағам құрамынан ішімдік пен темекіні алып тастау қажет. Ішімдік пен темекіні алып тастау арқылы біз ауырсыну приступтарын баса аламыз және ұйқы безі рагының алдын аламыз. Одан кейін екінші, аз мөлшерден жиі тамақтану қажет. Яғни күніне 4-6 рет тамақтану қажет. Тойып 4-6 рет емес, аз мөлшерден перекустармен 4-6 рет болу қажет. Одан кейін ұйқы безінің сөлі бөлінуін күшейтетін заттарды, яғни тұз қышқылы бар, майлы, қуырылған, ащы тағамдарды шектеу қажет. Барлық тағамдар асылған, суға қайнатылған, буға піскен тағамдар болу қажет. Панкреатиттің емі тек крион немесе мезем ішіп қана қою емес, ең бірінші диетаны өзгерту қажет. Яғни тағам құрамынан ішімдік пен темекіні алып тастау қажет. Ішімдік пен темекіні алып тастау арқылы біз ауырсыну приступтарын баса аламыз және ұйқы безі рагының алдын аламыз. Одан кейін екінші, аз мөлшерден жиі тамақтану қажет. Яғни күніне 4-6 рет тамақтану қажет. Тойып 4-6 рет емес, аз мөлшерден перекустармен 4-6 рет болу қажет. Одан кейін ұйқы безінің сөлі бөлінуін күшейтетін заттарды, яғни тұз қышқылы бар, майлы, қуырылған, ащы тағамдарды, тағам құрамынан бульондарды, тағамға әртүрлі дәм беретін жасанды дәмдеуіштерді, сонымен қатар тәтті тағамдарды, шоколадтарды, торттың құрамындағы майлы кремдер болса шектеу қажет. Мороженое жеуге болмайды. Қою кофе, қою шай, газдалған сусындарды шектеу қажет. Егер диетаны дұрыс сақтамасақ, бұл созылмалы панкреатиттің өршуіне алып келуі мүмкін. Ол қатты ауырсынумен көрінеді.